Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Дина күй шертеді. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока Дина играет күй. Сабақтың мақсаты анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау. Бағалау критерийі. Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайды. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. Атақты, знаменитый, известный, ұлы, великий, дарынды, одаренный, күйші, күйші, музыкант, күй шерту, играть күй, ұстаз, учитель, педагог, наставник. Балалар, қазір осы жаңа сөздермен сөз тіркестер құрастырамыз. Произносим словосочетание. Мен күй шертемін. Дарынды оқушы. Мен күйшімін. Ұлы адам. Керемет ұстаз. Оқылым. Мәтінді тыңдаймыз. Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйшісі. Дина Нұрпейісова казахский известный музыкант күйші. Дина домбыраны 9 жасында үйренді. Дина научилась играть на домбре в 9 лет. Ол кішкене кезінен күй шертеді. Она с маленьких лет играет күй. Динаның ұстазы ұлы күйші Құрманғазы. Педагог Дины великий музыкант күйші Құрманғазы. Ол дарынды қызға бата берді. Он дал благословение своей одаренной девочке. Дина ұстазының жолын жалғастырды. Дина продолжила путь великого педагога. Кейін өзі де күй шығарды. После она сама сочиняла күй. Балалар, қазір осы мәтін бойынша айтылым тапсырмасын орындаймыз. Ребята, сейчас по данному тексту выполним устно задание. Дұрыс, бұрыс. Бірінші сұрақ. Дина қазақтың атақты күйшісі. Келесі. Дина домбыраны 9 жасында үйренді. Үшінші сұрақ. Дина Құрманғазыны іздеп келді. Дина Құрманғазыдан күй шертуді үйренді. Құрманғазы Динаның ұстазы. Керемет, балалар. Келесі тапсырма жазылым. Үшінші тапсырма. Сөйлем құрастырыңыз. Берілген сөздермен сөйлем құрастырамыз. Из данных слов нужно составить предложение. Мысалы, Дина атақты күйші болды. Керемет, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.